құстардың жүндері жылынбай жатса, қауырсындары жылынбай жатса егер құстарыңыздың, оның мәселесі шешілген. Операционный машинамен пайдаланып, соның өзінде құстардың жүндері дұрыс жылы алмай жатқан жағдай болса, онда ол құстарды бірінші білесіздер, өздеріңіз сойған кезде ең бірінші суға саласыздар. Қауырсындары босау үшін, жылу үшін шамалы суға саласыздар. Ол сіздердің ысытатын суларыңыз қайта-қайта салқындап кете береді. Соның мәселесі бар, шешілген мәселесі шпарчан деген құрылғы бар. Сол шпарчан арқылы құстарыңыздың қауырсындарын тап-таза қылып жылудың жолы бұл. Операционный машинаның өзі де көмектеспей жатады кейде. Өйткені сіздер суға дұрыс салмайсыздар. Сіздің салған суыңыздың температурасы дұрыс ұстап тұрмайды. Ысытасыздар суды, ол қайта салқындап кетеді. Екінші партияда қайта салқындап кетеді. Ана шпарчан деген құрылғы, ішінде тені бар, терморегулятор бар. Сол құрылғы арқылы суды температурасын ұстап тұрады. Белгілі бір температурада ұстап тұрады. Сол себепті қауырсындары жақсы әрі тез жылынатын болады. Мәселесі, егер де шпарчан іздеп жүрген кісілер болса, құспен айналысып жүрген кісілер болса, қызығып жүрген кісілер болса, маған хабарлассын. Болмаса осы видеомды жеп қойыңыздар.